Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және оңай дайындалатын, жұмсақ болып шығатын булочкалардың рецептімен бөліскім келеді. Бұл үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Құрамында ешқандай сүт, жұмыртқа жоқ, қарапайым судың көмегімен жасайтын боламыз. Ең әуелі бір кесе суымызға бір шай қасық тұз салып, 3 ас қасық қант салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстінен ерітілген 100 грамм сары майымыздың жартысын қосып, араластырып, 3 ас қасық сұйық май қосып, тағы араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып, үлкендеу ыдысымызға құйып аламыз. Ешқандай таразының қажеті жоқ. Барлығы үйде бар ыдыстардың көмегімен өлшеп жасай берсеңіздер болады. Сонан соң бір шай қасық құрғақ ашытқымызды салып, араластырып аламыз да, ұнды бірте-бірте қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Себебі електен өткізілген ұн қамырдың жақсы көтерілуіне өз көмегін тигізеді. Қамырымыз дайын болайын деп қалғанда, алып қалған жаңа сары майымызды үстінен құйып, тағы да июі қанғанша қамырымызды баса отырып илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болып шығады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, көтерілуге 1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Міне біздің қамырымыз өз көлемін 3 есеге дейін көтеріліп дайын болды. Енді оны бөліктерге бөлетін боламыз. Менде осы құраммен 20 дана булочка шықты. Сіздер құрамын көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Барлық қамырларды осылай бөлшектерге бөліп, дөңгелектеп 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды тура видеодағыдай етіп, дөңгелектеп емес, осылай ұзынша сопақтау етіп жайып аламыз. Ортасына мен осындай қойытылған сүтті қосып жасадым. Сіздер қоспай жасап көрсеңіздер де болады. Және пышақтың көмегімен осылай кесіп, рулет сияқты орайсыздар. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық булочкаларымызды осылай түйіп, табамызға жайғастырамыз да, үстінен жұмыртқа жағып, бетін жауып, 10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Осы аралықта пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 220 градуста беті қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Байқағандарыңыздай құрамында ешқандай жұмыртқа, сүт жоқ. Өте жұмсақ, дәмді, қып-қызыл болып шығады.
міндетті түрде жасап көріп балаларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын,